Біреуге орғазба өзің түсесің пидорас демекші мына мопедист мынаның машинасына бомба жабыстырып кетеді. Бірақ ол бомба жабыстырған білмейді, бірақ кенеттен машинасына шыбын кіріп кетіп, ол шыбынмен алысып кетеді. Ол шыбынмен алысып жатқан кезінде машинасымен резко мазасын алайын тоқтайды да жаңағы шыбынмен қайта төбелесе бастайды. Сол төбелес кезінде бомбаны байқамай ана жерге оның ботинкасымен бұрады, жарылады. Сосын ана екеуі ойбай болды мына өлді деген кезде таким-то образом ол тірі қалып қалады екен. Сосын ол риза болып ботинкасына рахмет деді. Екінші күні ол әйелімен бір кішігірім ұрысып қалғандай болады. Кешегі өлтіргісі келген адам мынау өлмей қалды, бүгін өзім өлтіремін дейді да бағына атады. Сол кезде бағынан бензин шашырай бастайды. Бензин шашырай бастағанын көріп бұл артында келер болды өлді деп ойлайды, бірақ әйелімен кішігірім бір ұрысып қалғандай болады да қойып темекі шеккісі келеді. Прикурительді алады да ой дейді да шеккісі келмей лақтырып жібереді. Сол кезде анау біреуге орғазып өзің түсесің пидорас демекші ананың өзіне орғазылып қалып жатыр. Сосын ол артындағы анау задний видтен да көрмейді ғой, кино ғой енді. Сосын ол ана барып аударылып жарылады. Содан кейін барып анау жынданып не болып кетті бұл ананы өлтіре алмай кеттіңдер, давайте сделайте деп мықты бір киллер жалдайды Америкадан, бірақ Америка ғой. Сөйтіп бензин келеді, бензин таусылып қалған ғой жаңағы не істеп қалғаннан кейін. Сөйтіп жаңағындай анау заправщик міне мына пышағы бар екен, осы ғой киллер жаңа өлтіретін, айтып деп бағың тесіліп қалыпты анау ничего страшного дейді, анау аузына шайнап тұрған сағызын ана жерге жабыстырады тесікке ше. Білмеймін енді сол жамалып қаламын енді. Сосын басын жууға кетеді, бас жуатын бар екен, біздің заправкаларда мұндай жоқ қой, басын жуып жатады жаңағы. Сөйтіп анау уда иіс кетем деп жатқанда анау қарашы шашын кеп тұрған аузын деп қалады ғой ше. Сосын ары қарай бүк ете қалады, өзі бүйтіп өлейін деп жатқан анау шмарк өзінің шапкасын киіп алады да ары қарай кетіп бара жатады ғой. Сөйтіп заправкаға барады, ана жақта анау алысып жатқан кезде бағана қолындағы пышағы тақ етіп ашылып кетеді да баллон жарылып та аспанға деп ұшып кетеді ғой ше. Сосын анау дейді да болды мен өзім істеймін оны, өзім өлтіремін оны дейді да пистолетін дайындап үйіне барады жаңағы Сәрсенбайдың. Сөйтіп Сәрсенбай үйінде тұрса ана пистолетмен шығады, өлтіремін мен сені дейді, ана шошып кетеді. Сосын енді өлтірдім деп жатқан кезде тағы да өзі орғазба болып қалады да гамп ете қалады. Негізі ұзақ просто ше. Тіркеліп кетіңдерші маған, пожалуйста, тіркеліп қойыңдаршы өтініш, историямды көріп дегендей.